Алматының орталық көшелерінде үнемі өте көп ту ілініп тұрады. Жергілікті тұрғындар оны байқамауы мүмкін. Бірақ сол туларға мемлекет бюджетінен жүздеген миллион теңге бөлінетінін білесіз бе? Бүгін осы тақырыпты тарқатып айтамыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Биыл Алматы әкімдігі қалада туларды ілуге 131,6 миллион теңге жұмсаған. Олар 2 рет тендер жариялаған. Біріншісінде 68,7 миллион теңге ұсынған. Оған бар болғаны 2 өтініш түскен. Келісімшарт орнатылғаннан кейін шығын сомасы 67,1 миллион теңгеге дейін азайған. Құжатқа сәйкес әкімдік 256 Қазақстан Республикасының үлкен туына тапсырыс берген. Оларды ұлттық мерекелерде, яғни Наурыз, Отан қорғаушылар күні, Жеңіс күні, мемлекеттік рәміздер күні, Конституция күні, Республика күні және тәуелсіздік күнде орнатады. Осы күндердің әрқайсында Шығыс айналма тасжолы бойына 120 ту, Әл-Фараби даңғылы бойына 54 ту және Бұқтырма көшесінің бойына 82 ту ілінеді. Мұнымен бітті деп ойлайсыз ба? Жоқ, тұра тұрыңыз. Тағы бір тендер бар. Оған тағы да 68,7 миллион теңге бөлген. Бұл сома кейін 64,5 миллион теңгеге азайған. Бұл жолы шенеуніктер 1241 жалауды желбіретуді шешіпті. Ал бұрын қалай болған еді? 2016-18 жылдар аралығында 3 жылда жалпы 112,6 миллион теңге жұмсаған. Кейін әкімдік тендер жариялауды тоқтатқан. Сонда биыл тек бір жылдың ішінде 19 миллион теңгеге артық жұмсап отыр. Енді бізде мынандай сұрақ туындайды. Бюджет қаражатына соншама ту асудың не қажеті бар? Алдыңғы жылдармен салыстырғанда ту орнату бағасының мұндай қымбат болуын қалай түсіндіреміз? Бұрын алынған тулардың жағдайы қалай? Және оларды әлі де пайдалануға бола ма, әлде жоқ па? Бүгінге бізде осы. Видеомызға лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз және арнамызға жазылыңыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда.